Сәлем балақай. Бүгін біздерде математика сабағынан 32-ші сабақ шамаларды өлшеу деген тақырыппен танысатын боламыз. Бұл жерде біздер шамаларды бір-біріне қосуды және азайтуды үйренетін боламыз. Енді оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Сырым көрсетілген мөлшерге дейін тағы қанша литр су құю керек? Бұл жерде 9 литрлік аквариум берілген, оның ішіне 7 литр ғана су құйылған. Енді сырым оны 9 литрге жеткізу үшін тағы да қанша литр су құю керек? Ол үшін 9-дан азайтамыз 7-ні. Жетіге қандай санды қосқанда 9 болады? 7-ге 2 санын қоссақ 9 болады. Сол кезде бұл жерде сырым 2 литр су құю қажет. Келесі, Әлия ұзындығы 10 см ермексазды қандай бөліктерден алды? Әлия ең бірінші 6 см күлгін түсті ермексазды алды. Одан кейін 10 см болу үшін қасына тағы да 4 см-лік көк түсті ермексазды қосты. Сол кезде оның қолында барлығы 10 см ермексаз болды. Ол 6 және 4 см-лік бөліктерден құрастырды. Келесі, заттарды массаларының кему ретіне қарай ата. Бұл жерде кему реті, яғни үлкен саннан кіші санға қарай жүретін болса, біздер оны кему ретімен деп айтамыз. Кәне, бұл жердегі сандардың ішінде қайсысы үлкен? 8 килограмды картоп үлкен. Сонда ең алдымен бірінші картоп болады. Екінші 7 килограмдық қызанақ болады. Үшінші 6 килограмдық қияр болады. Төртінші 5 килограмдық қарбыз. Бесінші 4 килограмдық қауын. Алтыншы 2 килограмдық алма және 6 килограмм алтыншы. Және ең соңғысы бұл 7-ші 1 килограмдық өрік болады. Осылай біздер заттарды кему ретімен орналастырдық. Келесі тапсырма, 3-ші тапсырма. Бұл жерде бір себетті таңдап ал, себеттегі сан шығу үшін оған 3 жіп орамын сал дейді. Кәне, мысалға біздер мұна 8-ші себетті алайық. Енді осының ішінде 8 болуы үшін біздер қайсы орамдарды аламыз? Мысалға 1 дегенді аламыз. 2, 1-ге 2 қосатын болсақ 3, енді біздер 5-ші номерлі орамды саламыз. Келесі 9 санын алатын болсақ, бұл жерде мысал ретінде 4 алайық. Одан кейін 3 және 2. Сонда бізде барлығы 9 шықты. Келесі 5 алайық. 3 алайық. 8 болды және 2. Осылай 3 жіп орамын салсақ болады. Келесі тапсырма. Келесі тапсырмада тез есепте деген. Кәне, 1 қосылған 1 тең болады. 2-ге 2 қосу 1 тең болады. 3-ге 3 қосу 2 тең болады. 5-ге 5 азайту 1 тең болады. 4-ге 4 азайту 1 тең болады. 3-ге 3 қосылған 2 тең болады. 5-ге 5 азайтылған 2 тең болады. 3-ге. Сонда бұл жердегі есептің мәні 3-ге тең. Осымен сабақтар аяқталды. Келесі сабақта кездескенше. Тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп лайк қалдыруды ұмытпа.